Дүние дәуреннен көшсе де, есімін елі ұлықтап, ұмыт қалдырмайтын жандар болады. Өзінің саналы ғұмырында ғылым мен тарих саласында өшпес із қалдырған Ілиясов Ринат Нағиұлы сондай бірегей болмыс иесі еді. Ілиясов Ринат Нағиұлы 1956 жылы 15 қазанда Қызылорда облысы Сырдария ауданы, қазіргі Нағи ауылында өмірге келді. Алтынның сынып ұшқан сынығы да алтын демекші. Ринат Нағиұлы атақты майдангер, Кеңес одағының батыры Нағи Ілиясов пен алтын құрсақты елдің анасы Күлбаршын Маштақ қызының баласы еді. Ердің ұлы ғана емес, елдің ұлы бола білген бірегей жан. Ринаттың азаматтық болмысының қалыптасуына Гүлайым әжесінің де ықпалы ерекше болатын. 1974 жылы орта мектепті тәмамдаған соң Алматы шаһарындағы Қазақ ұлттық университетінің химия факультетіне оқуға түседі. Жастайынан білімге құштар Ринат Нағиұлы 1981 жылы оқуды тәмамдаған соң химия ғылымдарының институтында ғылыми қызметкер болып еңбек жолын бастайды. Қызметтегі жылдарында сол кезеңдердегі Ерғожин, Бутин, Усанович, Жұбанов сынды атақты ғалымдармен қызметтес болды. Осылайша сырдың сырбаз ұлы ғылым саласына да өз-өзін қалдырған еді. Алып шаһарда ғылым жолында жүрген 81 жылдың көктемінде өмірлік серігі Тұрсынкүл Ернияз қызымен отау құрады. Жанжары Тұрсынкүл Ернияз Омарұлы мен Хадиша Омаровадай өңірге аттары мәшһүр дәрігерлер отбасының өнегелі қызы болатын. Екі ұлағатты жанның махаббатынан Әсел, Әйгерім, Райымбек есімді балалары дүние есігін ашты. Ринат ағамыз 3 перзенттен 5 немере сүйді. Немерелері де бүгінгі күні үлкен аталары Нағи Ілиясов пен өз аталары Ринат Нағиұлының ел үшін жасаған өлшеусіз еңбектерін мақтаныш етіп өсіп келеді. 1989 жылы Ринат Нағиұлы үлкен ғылыми диссертациясын қорғап, химия ғылымдарының кандидаты дәрежесін иеленді. Бірақ бар болмысымен ізденуге құштар, ғылымға деген махаббаты ерек болса да, 90 жылдың тоқырауы оның ғылымнан бас тартуына себепші болды. Жан бағып, отбасын асырау үшін кәсіппен шұғылдануға тура келді. Бірқатар бизнес жобалардың басы қасында болды. Сол кезеңдерде еңсе тіктеген спецстрой проект жоба инженерлік компаниясы құрылтайшылардың бірі болды. 2006 жылы Интертек неміс тауар өндіруші компаниясының директоры болып тағайындалды. Қанша жерден кәсіп пен мансаптың ортасында жүрсе де, оның ғылым мен ізденуге деген құштарлығы бір сәтке де сейілмеді. Рухани жаңғыру аясында ұлттық тарихымыздың көрнекті өкілдерін жарыққа шығаруға бетбұрыс жасады. 2014 жылдан бастап өзінің арғы батыр бабасы Баймұрат Батырды зерттеуді бастайды. Арнайы экспедиция жасақтап, Ақтөбе облысының Ырғыз ауданына барып, Баймұрат Батырдың жатқан жерін тауып, ескерткіш орнатқан да Ринат Нағиұлы болатын. 18 ғасырдың көрнекті өкілі жоңғарларға қарсы шайқаста батырлық көрсетіп, әскерді басқарған Баймұрат Батыр бабасының рухына жасалған тағзымы мұнымен тоқтамады. 2015 жылы Ринат Ілиясовтың жетекшілігімен Қызылордада тұңғыш рет Баймұрат Батыр және оның тарихи дәуірі атты Батыр бабаның 320 жылдығына арналған республикалық ғылыми конференция өтті. Сондай-ақ Батыр бабамыздың жүріп өткен жолын суреттейтін арнайы ғылыми мақалалар жазылып, деректі фильмдер де түсірілді. Ғылыми конференция қорытындысы оң нәтиже беріп, сан түрлі пікірлер мен ұсыныстардан соң Қызылорданың іргесіндегі Мис аталып келген ауылдық елді мекенге Баймұрат Батыр атауы берілді. Баймұрат Батыр ұранымыз қоғамдық қорын құрды. Жаппас ата қоғамдық қорының қайта жанданып, тамырына қан жүгіруіне мұрындық болды. Соның арқасында 2024 жылы қаламыздың ортасынан имандылық үйі Мырқы Қажы мешіті бой көтерді. Ринат Нағиұлы бастаған тағы бір бастама өз нәтижесін берді. Жақында қаламыздың сол жағалауынан Баймұрат Батырдың еңселі ескерткішін орнатуға 2 гектар жер телімін бөлу жөнінде шешім шықты. Арда замат көзі тірісінде ескерткіштің жобасын, эскизін дайындатып, талай есікті қағып, үлкен істің бастамашысы болып еді. Енді міне, арманы іске асатын күнде алыс емес. Ринат Ілиясовтың арғы бабасы Баймұрат Батыр 18 ғасырда билігімен, батырлығымен көзге түскен тарихи тұлға болса, өз әкесі Нағи Ілиясов кешегі 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде ерлік жасап, фашистерге тойтарыс берген батыр майдангер. Соғыстан кейін халық шаруашылығын қалпына келтіруге, ел еңсесін тіктеуге үлес қосқан, облыста 3 бірдей совхоздың директоры болған, турашылдығымен,
адал еңбегімен ерекшеленген бірегей азамат. Осы тұрғыдан алғанда Ринат ағамыздың ұлт қайраткерлерін ұлықтау жолындағы еңбегі нағыз ұлтжанды ұлдың өнегесін айғақтайды. Ринат ағамыз өзінің жоғары мәдениетімен, білімділігімен, ұйымдастырушылық қабілетімен, қарапайымдылығымен, ашықтығымен, белсенділігімен, турашылдығымен және ақжарқындылығымен көзге түсіп, ерекшеленіп тұратын. Ол не мәселе көтерсе де, немен шұғылданса да, ақиқаттан айнып өтпейтін. Шындық пен шынайылықты, адалдық пен ақиқатты тұғыр еткен турашыл жолы әрдайым халық мүддесінен, мемлекет мүддесінен шығатын. Ол қандай биікке шықса да халқынан төмен тұрды. Кең мінезге ие болып, кем болмай өмір сүрді. Ел білетін, халық сүйетін Ринат Нағиұлы Ілиясовтың есімі келешекте де ерекше толғаныспен еске алынады.